Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгінгі менің пайдалы кеңесім төменгі қан қысымы. Қан қысымының төмендеуі едәуір қазір сирек кездеседі. Оны медицина тілінде гипотония деп атайды. Егер әйел адамның қан қысымы қалыпты нормасы 95-80 не 60 болса, ал ер адамдарда 100-ден 95-тен төмендесе, бұл гипотония болып есептеледі. Қан қысымының төмендеу белгілері біртіндеп дамуы да мүмкін, аяқ астынан ұстама түрінде де білініп қалуы мүмкін. Осыған сәйкес медицинада оларды екі түрге бөледі: жіті артериялық гипотония және созылмалы гипотония деп. Бұл аурулардың қауіптілігі мынада: ол бас миының қанмен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілмеуінде және осының салдарынан ми мен ішкі ағзаға оттегінің жетіспеуінен. Гипотония ер адамдардан гөрі әйел адамдарда басымырақ. Негізі есте сақтағаныңыз дұрыс. Гипотонияның шекаралық деңгейі 90-60. Егерде сіздің денеңізде әлсіздік, есте тану күйі, көздің бұлдырауы, жүректің айнуы, қалтырау, тершеңдік, енжарлық болса, не болмаса ауыр жағдайлар оның талып қалу фактілері болып жатса, онда дереу гипотония белгілері болып дәрігерге көрінген абзал. Артериялық қан қысымының төмендеуіне көптеген себептер әкелуі мүмкін. Мысалы, жай ғана организмнің сусыздануы, яғни су болмауы денесінде, судың аз мөлшерде болуы, адамның стресстен бастап гормондық бұзылыстар, іштен қан кетуі және миокард инфарктына дейін болуы мүмкін. Осылардың бәрі қан қысымының төмендеуіне әкелетін себептер. Бірден-бір оның емі құрамында кофеині бар жалпы ынталандыратын дәрі-дәрмектер. Сонымен қатар көптеген дәрілік өсімдіктер де жақсы көмектеседі. Гипотонияға шалдыққан адам өз-өзіне көмектесе білген жөн. Яғни денесін үнемі ширатып, шынықтырып жүру керек. Жүйелі түрде және жиі пайдалы нәрселермен айналысқан дұрыс. Алайда тамырларға артық салмақ түсіруге болмайды. Әсіресе олар жаяу жүру керек, жүзумен айналысып, түрлі ойындармен айналысқан пайдалы. Сонымен қатар осы қан қысымы төмен адамдарға ыстық су және салқын суды кезектестіре отырып, бассейнге, моншаға, саунаға барған пайдалы. Дені сау адамдармен салыстырғанда, қан қысымы төмен адамдарға ұйқыға көп уақыт бөлу керек. Кемінде 10-12 сағат үздіксіз ұйықтау қажет. Бұл дұрыс емес деп ойлайды кейбіреулер. Себебі оларды көбінесе маубас, жалқау деп ойлайды. Олай емес. Ұзақ ұйқы гипотониямен ауырған адамдардың қорғаныш реакциясы. Ол сырқат адамның өзін жақсы сезіну үшін аса қажет. Қан қысымы төмен адамдарға қою шай, кофеин қалауынша ішу керек. Бірақ тұзды шектеген жөн. Басы айналып құлап қалмау үшін таңертең төсектен тұрғанда шапшаң тұрмай, аяқ қолын ширатып, кішкене жатып, созылып, сосын барып тұру керек. Ал үй жағдайында қан қысымын қалай жоғарлатуға болады? Біріншіден, тұзды бір тағамды жеп алу керек. Мысалы, әр үйде бар қазіргі кезде ащы балықтың бір тілімі, не болмаса тұздалған қияр, сүзбе, ірімшік, осы аталған тамақтардың 1-2 тілімін алып ауызға салу керек. Не болмаса, әр үйдің асханасында қазіргі кезде натрий хлориді өте көп. Ол кәдімгі ас тұзы. Ол артериялық қысымды арттырады. Одан кейінгі бір әдіс: 1 стакан суды ішіп алыңыз. Ең дұрысы ол 2 стакан суды ішсеңіз өте жақсы болады. Бұл қанға баратын сұйықтық қанның көлемін арттырады. Соның салдарынан қанның тамырға түсетін қысымы артады. Яғни сусыздану болмайды. Одан кейінгі бір әдіс: кофе ішіп алыңыз. Бұл қан қысымы деңгейін жоғарлатудың ең тиімді түрі. Ол және пәрменді
жақсы жұмыс істейді. Көбінесе осы гипотониямен ауырған адамдарға көбірек, әсіресе күн ыстық және температураңыз болса, су ішіп тұру керек. Алкогольдік және темекі заттарынан мүлдем абзал әрі болған дұрыс. Тыйым салғаныңыз дұрыс өзіңізге. Жүйелі түрде жаттығу жасап тұрыңыз. Ең құрғанда көбірек таңертеңгі не кешкі уақытта серуендеп тұрыңыз. Бірақ физикалық күш түсірмеңіз. Егер бұлай өзіңіз жүріп, серуендеп жүру арқылы тамырлардың тонусы артады, жақсарады. Бір орында ұзақ тұра беруге болмайды. Егер түрегеп тұрып істейтін жұмыста жүрсеңіз, сол жерде мысалы сіз жиірек бой жазып жүріңіз, не болмаса отырып тұрыңыз, не болмаса секіріңіз, билеңіз, бірақ бір орында ұзақ тұра бермеңіз. Ол сізге зиян. Сонымен бірге ыстық ваннада отыруға болмайды. Жатып алуға да болмайды. Көбінесе пайдалысы ол жоғарыдан алатын контрасттық душ. Душқа түссеңіз, ол бастан төмен қарата өзі денеңізге жақсы ағым беріп, тонусыңыз жақсарады. Сонымен бірге күнделікті рационыңызға сіз жеміс жидектерді ендіріңіз. Яғни сіз тәтті жегіңіз келіп бара жатса, жеміс жидек жей салыңыз. Оның ішінде де қанттың құрамы бар. Сонымен бірге күніне бір тамақты тойып жемей, 4-5 рет тамақтанғаныңыз дұрыс, яғни кішігірім порциялармен тамақтанғаныңыз дұрыс. Ол сізге өте пайдалы болады. Осы менің пайдалы кеңесім сіздің әжетіңізге жарап жатырса, лайк басып, комментарий жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.